Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай? Бүгін сол сіздерге кішігірім видео түсіріп кетейін деп жатырмын. Бізде дала қар, өрт тұрғаннан қар тазартып қойған болатын. Енді қазір сол тауық қораға баратырмын, тауықтарды жауып келуге. Каналда в общем 11 күндей видео шықпай кетті. Көріп тұрғандарыңыздай даланың полный қар. Осыдан 2 күн бұрын, примерно 2 күн бұрын бізде 2 күн подряд жаңбыр жауған болатын. Қазір жақсы болып қалды. Жалпы жаңбыр жауған аяқтың бәрі су болып, быт-шыт болып, балшық болған болатын. Қазір қайттан қар жауды. Бүгін бізде қаңтардың 12-сі. Сол жаңа жылда видео салғам. Содан бері видео шықпай кетті. Мына жақта біреудің замогы бұзылып қапты. Бағана кесем. Мына жерден защелкасы түсіп қапты. Мына жердегі болтты бұрайтын. Бүгінгі видео жалпы Брама әтешім қайда деген сұрақтар жазып жатыр екен. Сол жайлы айтып кетейін деп едім. Брама әтешім міне менің. Так, Брама әтешіммен бәрі жақсы. Енді мына жақта тағы да жазып жатыр екен. Брамалар қайда деп. Так, мынау бізде қардың кесімінен в общем ашылмай қалған. Сіздерге ашып көрсетейін. Жаңа ашылмайды екен. В общем, брамалар қайда деп сұрақтар қойып жатыр екен. Брамалар болғанда, в общем, мына әтешті, осы брама әтешті мына жақтың бәріне қосып қойдым. Мына жақ тауықтардың бәріне қосып қойған болатынмын. Себебі қазір күн суық, ауа райы суық. Сол себептен ар жақта оларды ұстағанға невыгодно, аяқтары тоңады жалпы. Сол себептен брама әтеш менде осында жүр. Қазір болған бәрін кіргізетін боламыз енді. Міне брама тауығым жүр, міне брама әтешім жүр. Қалған брамалар жайлы басқа видеоларды айтатын болам. Жалпы айтатын сіздерге жаңалықтар көп, видео контентте көп түсіретін. Так, в общем, бір сөзімен айтқанда, брама әтешімнің халы қазір жақсы, бәрі нормально. Так, қосып болған себебім, жаңа себепті айтқан болатын, ар жақ суық, ояқта ұстағанға маған невыгодно. Бізде қазір минус 20. Осы өзіміздің жақта бәрі жер қар, бәрі жер қатық баған. Даже есікті аша алмай қойдым, жаңа көріп тұрғаныңыздай. Бағана таңертең түсте ғана ашқан есік болатын, уже қатық баған, бірнеше сағаттың ішінде. Так, енді мына тауықтарды жабатын боламыз. Бүгін сол арнада көптеген уақыт видео шықпай кетті. Анжол обещать еткен болатын, каникулда видео түсірем деп, сіздерге контент пилить етем деп. Оған қол тимей кетті. Енді бүгін сол бізде қазір сағат ровно 5:59, 6 болып қалды сағат. Сол сіздерге видео түсіріп кетейін деп, тауықтарды қазір кіргізіп жіберу керек. Так. Так, мына қораның қазір состояниесі осындай. Бұл қора жайлы менде обзор бар, кішігірім обзор. 500 просмотр қарғым жиналған обзор бар. Мына жеріне свет тарта салғанбыз. Үйті свет бізде розеткамен, былай центральный неге тартқан жоқпыз. Анаяқта паня жақта центральный патрон бар, ояққа тартқан жоқпыз. Осы жерден тартып алдық. Жаңа көріп тұрғанда тауық қораның ішіне. Бәрі жақсы. Бұлар жайлы да ертең сабақтан үлгеріп жатсам, видео шығаратын болам. Так, көріп тұрғандарыңызда міне су дейтін қатық баған кәдімгідей. Су дейтін кәдімгі қатық баған. Бұларға енді мен қазір кешкі жем бермеймін. Өйткені бағана сағат 4:30-дарда бұлар тамақтарын беріп, жылы суларын құйып алғам. Мынаны енді ертең жөндейтін болам. Так, сол ана жолдар жаңбыр болғанда, мына жақта біреу сетканың үстіндегі темірді, сосын мынау қораның есігін бәрін мына жаққа сақ қойған болатынбыз. Жостқа балшық болған прям. Өйткені мен осы күн жылынғанда, жаңбырлар жауғанда тауықтарым шығарып оттым. Сол кезде енді сол бәрлеріңізде
байлық болсын, табыс болсын, тауықтарыңыз көп болсын, жалпы осындай Қазақстанда шаруашылық дами берсін. Сау саламатта жүргенше ертең обязательно видео шығаруға тырысамын сіздерге. Сау